Assalamu alaikum, құрметті достар, ұлы көшке мүдделі қауым. Өздеріңізге белгілі Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі президенттің 1 қыркүйектегі жолдауында айтылған көші-қон саясатына түбегейлі өзгерістер енгізіледі деген тапсырмасына орай жаңа Қазақстанның, әділетті Қазақстанның осыдан былайғы көші-қон саясатының тұжырымдамасын жасады. Ол тұжырымдама, өздеріңіз білесіздер, 2023 жылдан 2027 жылға дейінгі аралықты қамтиды екен. 5 қыркүйек күні еңбек министрлігі, қысқартып айтқанда, аталған тұжырымдаманы үкіметтің ашық үкімет сайтына ілді. Демек, халықтың талқысына тастады деген сөз. Енді сол тұжырымдаманың жасалып жатқаны, онда қандай өзгерістер болатыны жөнінде әрине бізге де ақпараттар жетіп жатты. Бірақ қолымызға нақтылы тұжырымдаманың толық мәтіні түспегеннен кейін біз іштей соны күттік. Енді өздеріңіз президенттің жолдауында естідіңіздер, оқыдыңыздар, көші-қон саясаты өзгереді, түбегейлі өзгереді, өзгергенде. Бірақ сол өзгерістің барысында ұлттық мүдде бірінші кезекте тұру керек деді. Сосын демографияны қосып қойды. Көрдіңіз ба? Экономикалық жағдайға қарай отырып, осылай жасалу керек деді. Оның ар жағында баяғыдан бері қайталап айтып келе жатырмын, президенттің Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың президент ретінде осы көші-қонға байланысты айтқан сөзі бар. Шетелдегі қазақтар біздің қаперімізден түскен емес. Олар күн тәртіпте тұрады. Дүние жүзіндегі жүрген қазақтардың туған жерде басын қосу біздің қасиетті парызымыз деген болатын. Мен айтып келе жатырмын, бұл сөз, бұл президенттің осы сөзі, осы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың замандағы көші-қон саясатының темірқазығы, бұлжымайтын темірқазығы. Өйткені президент айтты ғой, жай адам айтқан жоқ, темірқазығы. Былайша айтқанда заң деп айтуға болады. Заңның ең ықшамдалған түрі деп. Бүкіл көші-қонға байланысты жұмыстардың бәрі осы дүниесінде шашырап жүрген қазақтар осы туған жерде, Қазақстанда, қара шаңырақта бас қосу керек. Болды, осы заң, осы концепциясы, осы көші-қонның барлық заңдар, нормативтік құжаттар, жарлықтар, қаулылар тек қана президенттің осы дүниежүзінде қазақтарды туған жерге оралтуына жол ашу керек. Жай жол емес, кең жол ашу керек. Егер логикаға салсақ, осылай болады. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, 1 қыркүйек күні жолдау жарияланды, 4-5 қыркүйек күні жаңағы көші-қон саясатының 5 жылдық тұжырымдамасы жарияланды. Аталған тұжырымдаманың негізінде заң қабылданады. Аталған тұжырымдаманың негізінде көші-қонның ұзақ мерзімге бағытталған жаңағы бағдарламасы жасалады. Оны үкімет бекітеді. Сөйтіп 5 жыл бойы сол бағдарламамен жаңағы өзгертулер мен толықтырулар енгізілген заңмен біз ары қарай көші-қон саясатын жүргіземіз деген сөз бұл. Енді тұжырымдаманы көрдіңіздер. Біз қарсымыз оған. Не үшін қарсымыз? Тұжырымдама өте сәтсіз жасалған. Өте сәтсіз жасалған. Сәтсіз жасалатын себебі мен сіздерге соның толық мәтінін оқып берейін. Бірақ түйінін 15 бастама дейді. Сонда былай жазылады. Құжаттарды қабылдау кезінде келу орнын айқындау,
тетігін енгізу және 5 жылдық болу мерзімінен кейін азаматтық бере отырып, еңбек күші тапшы өңірлерге көшуді реттеу және ынталандыру жөнінде шаралар қабылдау деген норма бар екен. Енді осыған қарап отырып, мөлшерлей беріңіз өзіңіз. Тек қана жаңағы 5 жыл тұру керек екен, содан кейін барып азаматтық алады екен, еңбек күші тапшы өңірлерге көшуді сояққа қарай бағыттайды екен. Қысқасы, бұрында айттым, еңбек министрлігіне барғанда да маған түсіндірген солай. Бұдан кейін көшіп келесіздер дағы шетелде қазақтар, қандастар, үкіметтің айқындаған 7 облысы бар. Оны қайталамай-ақ қойын, интернеттен тауып алыңыздар. Үкіметтің 2016 жылға 83-ші қаулысымен бекітілген сол 7 облыс бар. Көшіп келушілерді қоныстандыру үшін бекіткен. Негізінен дұрыс айтады, еңбек күші тапшы, сосын халық саны аз, шекара өңірлерде орналасқан облыстар бұл негізінен. Мен бұл саясатты ел 100% қолдаса, мен 200% қолдаймын. Енді мен жаңағы өзімнің мүмкіндігіме байланысты 2 облысты барлап келдім бір кездерде. Біреуі солтүстік Қазақстан, біреуі Павлодар облысы. Аяғым жеткен жеріне шейін барып келдім. Керемет жер, қала, қазақтың қай жері жаман? Барлық жері жақсы. Түйір тасына шейін оның алтын біз үшін алып айтқанда. Сондықтан жердің жаманы жоқ. Бірақ енді уақыттың шешімі ма, әлде біздің дұрыс жұмыс істей алмай жатырмыз ба? Мен о жағынан ештеңе айта алмаймын. Халық көп деп сол облыстардан шетелге көшіп кеткен. Олардың басты мақсаты, басты несі жаңағы кімдер екенін айтайын деп отырмын ғой. Өзге ұлт өкілдері өздерінің тарихи отандарына көшіп кетіп жатқан солар. Олар бір Қазақстаннан қысым көріп, бір қудалауға ұшырап жатқан жоқ. Өзінің тұрмыстық қажетіне, сана сезіміне, өзінің туған отанына, жаңағы тарихи отанына деген махаббатына байланысты көшіп кетті. Тіпті оның ішінде қазақтар да бар. Өзге шетелдерге кетіп қалған, ақш-қа, батыс елдеріне кетіп қалған, Ресейге кетіп қалған қазақтар да бар. Демек, бұл өзі, мен оның санын қазір сіздерге айта алмаймын, соңғы мәліметтер қазір қолымда жоқ, түн ішінде, бірақ аз қазақ көшіп кеткен жоқ. Көп қазақ көшіп кетті. Көшіп келгендерден әлде қайда неше есе көп біздің азаматтарымыз шетелге көшіп кетті. Сондықтан бұл жаңағы осы аймақтарға көшіру, соның орнын басады көшіп кеткендердің. Сосын жаңағы еңбек күшін толықтырады. Оның ар жағында да оның өздеріңіз іштей түсінетін стратегиялық маңызы бар. Сондықтан бұл өте дұрыс бастама, ұлы бастама, біздің қазақ үкіметінің бір табысты шешімі деп мен айтуға болады. Сондықтан мен оны қолдап келе жатырмын өз басым. Енді жаңағы президенттің тапсырмасынан кейін жасалған тұжырымдамада соған бағытталған екен, жаңа мәтінін көрдіңіз. Соған байланысты шу шықты, бастады күресті. Бұл жай тұжырымдама емес. Мен осы жерде әділеттілік үшін айта кетейін. Әрине бұны еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі көші-қон соларға қарайды, үкімет жағынан дайындаған рас. Бірақ олар оны бастан ақыр өздері дайындаған жоқ. Оны Ақорда дайындады. Президенттің әкімшілігі деген бар, ішкі саясат деген бар. Сол кісілер сөйерде отыратын лауазымды тұлғалар арнайы оған кірісіп, осы бағдарламаны жасатты. Тіпті ашығын айтсақ, солардың ықпалымен жасалған. Жаңағы 5 жылдық қандас мәртебесімен отырасың, 4 жылдық азаматтық алмайсың деген норма сол үлкен жақтан келген. Әрине, біздің президент жаңағы сөзді айтқан адам, қасиетті парызды айтқан адам, 2 жыл, 19 жыл айтты ол сөздің. 3 жыл өтпей жатып, 180 градусқа айланып кеткен жаңағы ұстанымы мүлде басқа бағытқа бұрылып кетсе,
Әрине біз бұған алаңдаймыз. Бұл біздің тынышымызды кетіреді. Бар үмітіміз сол сөз болатын. Шеттегі қазақтардың қазір 6-7-8 миллион қазақ дейміз ғой. Солардың жалғыз үміті сол президентіміз, аса мәртебелі президентіміз Қасым-Жомарт Кемел Тоқаевтың сол Егемен Қазақстан Айқын газетіне 2019 жылы жаңылмасам 12 сәуірде берген сұхбатындағы сол бір абзац сөз болатын. Бүкіл шеттегі қазақтың тағдыры, Қазақстанға келу тағдыры сол сөзге байланысты болады. Өйткені енді президент ауысты, әрбір президент өзінің саясатын жүргізеді ғой. Бірақ пандемияға байланысты, шетелдердегі мынау болып жатқан саяси жағдайларға байланысты, соғысқа байланысты шекара жабылып, көші-қон тоқырап қалды. Тоқтаған жоқ, тоқырап қалды. Енді міне ол да аяқталды. Уақытша нәрсе оның бәрі. Енді көштің бір ағылатын, екінші алтын дәуір туатын кезеңге келгенде біз президенттің жаңағы сөзін біздің заң жобасының тұжырымдамасын жасайтын лауазымды тұлғалар мен мамандар басшылыққа алады деп үміт күттік қой. Сондағы үмітіміз осы болды. Үмітімізге су септі. Су септі деген аз, осы төбемізде бір шелек суық су құйып жібергендей болды. Түнде ұйқымыздан айырылдық, күндіз күлкімізден айырылдық. Өйткені біз шеттегі қазақсыз өмір сүре алмаймыз. Олардың тағдыры біздің тағдырымыз. Олардың бауыры біздің бауырымыз, жалғасып, кіндігіміз бір-бірімізге жалғасып кеткен. Біз бір атаның балаларымыз. Біз өзіміз келіп алып, азат, тәуелсіз Қазақстанда жақсы өмір сүріп, енді өзіміздің қабілетімізге қарай, өзіміздің еңбегімізге қарай еркін ауамен тыныстаймыз. А біздің қандастарымыз, біздің тумаларымыз сорламау керек. Демек, осындай дау туғаннан кейін осы қандастармен тікелей қандастар жұмысымен айланысатын отандастар қорының президент шақырды, өткенде айттым. Сосын ар жағында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі шақырды. Екеуінің де басшыларымен кездесіп, ол жөнінде өткенде айттым. Енді сол кездесуде жаңағы отандастар қорының президенті жаңадан келіп жатқан жігіт, дипломат, кәсіби, білімді жігіт, жаңағы Абзал Сапарбекұлы бауырымыз қолқа салдық. Міне, енді бізге бір алаң ашып беріңіз. Біз анау еңбек министрлігінің жауаптыларын шақырыңыз. Олар келіп бізге осыны баяндап түсіндірсін. Мүмкін біз дұрыс айтпай жатқан шығармыз, дұрыс түсінбей жатқан шығармыз деген қолқа салдық. Құдайға шүкір, сол қордың қасынан жаңағы Нұртай Әбіқаев экс-президенті ағамыз құрып кеткен қоғамдық комиссия деген бар, 20 шақты адамнан құрам тапқан. Ол комиссияның төрағасы қазақтың көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасы Сенатының депутаты Мұрат Бақтиярұлы. Құрамында тағы бірнеше депутаттар бар еді. Оның құрамында сосын қоғамдық жұмыстармен айланысатын қайраткерлік тұлғалар бар. Мен де бармын оның ішінде. Сонымен сол отандастар қоры бүгін жаңағы қоғамдық комиссиясын шақырды. Сағат 5-ке шақырды, бардық, уағында басталды. Ақпарат құралдарын шақырыпты, хабар арнасының журналистерін көріп қалдым, сұхбат бердім. Комиссия отырысы екі мәселені талқылады. Бірінші, отандастар қоғамының 22 жылға атқарылған жұмыстар және жоспары, қазақ диаспорасының кейбір мәселелері деген тақырыпта жаңағы қордың президенті Абзал Сапарбекұлы баяндама жасады. Сосын артынан сұрақтар қойдық. Енді ол баяндаманың бәрін мен бүгін сіздерге айтып жатпаймын. Себебі ол уақыт алады. Біз осы отандастар қоры туралы арнайы осындай тікелей эфир жасап, алдағы уақыттардың бірінде тоқталатын боламыз. Осы Абзал Сапарбекұлының бүгінгі баяндамасында біздің назарымызды аударған бір мәселе болды. Қор қандастармен жұмыс істейді екен. Оның колл-центрі бар екен жаңағы. Олардың жаңағы күн тәртіптегі мәселелері болса, өтініштері, арыз шағымдарына солар алып, олар да біздің Аманат партиясы сияқты құзырлы органдарға жөнелтіп, және заңдық кеңестер береді екен.
Жалпы осы Абзал Сапарбекұлы келгеннен кейін ба, мүмкін мен соны барықтап сұрай алмай қаттым. 18.033 өтініш түсіпті біздің қандастардан. 18.033. Жаңағы қор президентінің айтуына қарағанда, соның 80%-і құжаттандыру мәселесіне байланысты екен. Сондай сұрақтармен біздің шетелден келген қандастарымыз, отандастар қорына шағымданыпты, былайша айтқанда, өтініш айтыпты, арыз арманын айтыпты. Енді осы сұрау жауап кезеңіне өткенде, осы мәселе бәріміздің де назарымызда отырған. Мен енді өз сұрақтарымды қойдым, оны кейін айтамын. Осыған жаңағы комиссияның белді мүшесі, осы қандастар мәселесіне ұзақтан бері айналысып кеткен Асар республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Қайрат Бодауқан мырза сұрақ қойды. 18.033 жаңағы өтініш түсіпті. 80% құжаттандыру екен. Сіздер осыған қандай шара көрдіңіздер? Осыны талқыладыңыздар ма? Демек, құжаттандыру мәселесінде үлкен проблема бар екен. Қандастарымызды толғандыратын, әйтпесе қандастарымыздың алдынан шығатын осындай проблемалар бар екен. Сіздер осыны талқылап, мына үкіметке ұсындыңыздар ма? Оның кейбіреуі заңмен шешілу керек қой. Кейбіреуі нормативтік құжаттармен шешіледі, соларға өзгерістер енгізу арқылы. Демек, ол жағынан маңызды жауап болған жоқ. Бірақ бір жақсы жері бізге сол проблеманың бар екенін көрсетіп берді. Көші-қон мәселесінде, көші-қон саясатында, оның заңнамаларында проблема көп екен. Біз соны алдында түзетуіміз керек. Осы міне басталып жатыр, жаңағы президент тапсырмасы сай көші-қон саясатына түбегейлі өзгеріс енгізетін кезде, мына 18.033 арыздың енді табу керек қой, бұның ең өзектісі қайсы, ең осы күн тәртіптегі шешпесек болмайтын жер қайсы, қандастарымыздың құжаттануына, отырақтасуына, келуіне қандай кедергілер бар? Сол шешілу керек. Бұл мәселенің, бұл сұрақтың бір пайдалы жері осы болды бізге. Жаңағы отырыстың ең бір керемет жері осы болды. Сосын бүгінгі қоғамдық комиссияның отырысының күн тәртібіндегі екінші мәселе Қазақстан Республикасының көші-қон саясатының 2023-2027 жылдарға арналған тұжырымдамасын талқылау деп аталады. Енді мен айта кетейін, жаңағы комиссияның отырысын сол төрағасы Мұрат аға Бақтиярұлы басқарып, ашып, жүргізді. Айттым, жаңа бірінші баяндаманы қордың президенті Абзал Сапарбекұлы жасады. Сосын жаңағы енді атышулы тұжырымдамаға байланысты еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне 3 азамат келді. 4 азамат келді. Оның біреуі осы Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Сарбасов Ахмади Әділұлы деген азамат. Сосын соның құрамындағы, еңбек министрлігінің құрамындағы көші-қон комитетінің міндетін атқарушы Испанов Ильяс Сапарбекұлы деген азамат. Сосын жаңағы бұрын осы көші-қон комитетінің төрағасы болатын, сол атын ұмытып отырмын, таба алмай қалдым, маған жазып алуым керек еді. Сол ағамыз маған ренжімесін, сол кісі қатынасты. Сосын Дастан Айтқұлов деген сөйлде маман бар, жақсы жігіт, жас жігіт, ол қатысты. Сол 4 азаматта келіп бізге жаңа жобаның, жаңа тұжырымдаманы таныстырды. Оның қандай пайдасы бар, қандай зияны бар. Зиян деп айтпайды ғой енді олар. Қандай мүмкіндіктері бар біздің көші-қонға. Президент айтқан түбегейлі өзгерістерде сондай қандай нәтижелер әкеледі деген мәселені бізге түсіндіруге тырысты. Бірақ нандымды ештеңке айтылған жоқ. Оны жасырмай айтайық. Сол жерде отырған кісілер дайсын. Сосын сұрақтар қойдық. Елдер сұрақтар қойды. Сосын бірінші болып жаңағы комиссияның төрағасы Мұрат аға сұрақ қойды. Мен 4 балам деді ғой, 5 балам бар, әйелім бар. Қытайдан келдім, 7 жанмын. Ал айтшы, мен солтүстік Қазақстанға бардым, көшіп келдім. Айтшы, соны маған түсіндірші қазақша деп еді. Түсіндіріп берді. Иә, келесіз. Біз мына жаңа тұжырымдама бойынша қазір қолданыстағы заңда қандас мәртебесінің мерзімі 1 жыл ғой. Соны 5 жылға ұзартамыз. Сіз сол 5 жылдық мерзіммен тұрасыз жерде сол қандас мәртебесін алып,
Солтүстік Қазақстан ба, Павлодар ма, Петропавл ма, Петропавл мен Солтүстік Қазақстан бір ғой енді. Шығыс Қазақстан ба, Қостанай ма, соның біреуіне келіп тұрасыз. 5 жыл тұрасыз. Сонда 4-ші жылында азаматтық аласыз. Басқа облыста келсеңіз, сізге азаматтық берілмейді. Тек қана сол жерде тұрып, соның кейін жаңа әлеуметтік жеңілдіктер бар. Ол енді кейін айтамыз деп. Үкімет бекіту керек оны айту үшін. Бюджеттен берілетін нәрсе болған. Сон түсінікті болды әңгіме. Басқа облысқа барсаң азаматтық берілмейді. Тек қана үкімет айқындаған 7 облысқа баруың керек. Міне, бүгінгі отырыстың ең түйіні осы. Көрдіңіз ба? Сосын сұрақтар осылай басталды да, ары қарай талқы жүрді. Әркім өзінің сұрақтарын қойды, ұсыныстарын айтты. Оның бәрін мен қайталамаймын. Әркім өзінің парақшасына жазатын болу керек. Сол жерден оқып көрулеріңізге болады. Алматыдан 2 жігіт қатынасты. Біздің ардагер дипломат ағамыз Сайлау Батыршаұлы қатысты. Қайрат Бодауқанды айттым жаңа. Сосын ғалым түрколог жаңағы атау терминдердің осы жілігін шағып майын ішетін Шерубай ағамыз қатысты. Сосын кәсіпкер, бір жаңа дәрігер, сазгер, ақын, Толқын Ақанұлы қатысты. Алматыдан 2 жігіт қатысқанын айттым. Сөйтіп отырып, бұл мәселені талқыладық. Ал енді не деп айтамыз? Баяғыда біздің мына Қытайдағы, Алтайдың Қытай бетіндегі, Алтайда, арғы бетіндегі бір әңгіме болған. Мәдениет төңкерісінде болған әңгіме екен. Сапиолла Баяндин деген ақын болған ғой. Сол кісіні күреске тартып, мәдениет революциясы кезінде күнде күреске тартады екен. Ең жоқ дегенде біреулер шығып сол сынап, ұлтшыл, оңбаған деп кететін сияқты. Сол бір күнгі жиналыста сол кісінің аты аталмай қалыпты. Ештеңке болмай. Аты аталмай әйтеуір басқа бір күн тәртіптегі мәселені қараған сияқты. Соның жиналысты басқарушы айтты дейді. Бүгінгі жиналыстың ерекшелігі қалай? Деп сұрап қатысушылардан сөз айтты, Сапиолла айтты. Бүгінгі жиналыстың ерекшелігі Сапиоллаға соқпай өткендігі болды деп. Түсіндіңіздер ме? Сол сияқты бүгінгі жиналыстың ерекшелігі сол дүниежүзі қазақтарының қауымдастығының төрағасы Зауытбек Қауысбекұлы қайда Тұрысбеков деген мәселе болды. Соқпай өте алмадық ол кісіге. Соқтық. Қайда ол кісі деп. Жаңағы жиналыстың төрағасы сұрады. Бірақ жаңағы қордың төрағасы біздің жаңағы бауырымыз Абзал Сапарбекұлы ол кісіге шақырту жібергенін, жаңағы қордың комиссияның өзге де мүшелеріне, депутаттарға да жаңағы шақырту жібергенін айтты. Бірақ неге екенін білмеймін, Мұрат Бақтиярұлынан басқа бірде-бір депутат келген жоқ. Мүмкін жұмыстар болған шығар, мүмкін қаламаған шығар, енді оны мен білмеймін, өздерінен сұраңыздар. Сол сияқты Зауытбек Қауысбекұлы да келген жоқ. Бұл енді сіздерге ақпарат үшінде ретінде айтып қоятын әңгіме. Енді осы келісіп алайық сіздермен, Құдай бұйырса, бұл процесс басталды. Президентіміздің көші-қон саясатын түбегейлі өзгерту жөніндегі бұйрығына сай, енді сол көші-қонның өзгеріс жұмыстарын шамамыз келгенше қатысамыз. Егер қатыстырып жатса, соның жуан ортасында жүреміз, пікірімізді айтамыз, жиған тәжірибемізге сай ұсыныстарымызды береміз. Сондықтан соның мейлі қай дәрежедегі отырыстарына, жиналыстарына қатынасайық, күнде осындай тікелей эфир жасап, сіздерге мен ақпарат беріп отырамын. Себебі бұл жай нәрсе емес. Бұл 8 миллион қазақтың тағдырына қатысты нәрсе, шеттен келген. Бұл Қазақстан дейтін Орта Азияда көшбасшы мемлекеттің болашақ қауіпсіздігіне қатысты мәселе бұл көші-қон деген. Бұл көші-қон деген. Әшейін кеңседе отырып, бетіп жасай салып, бете салатын уақыттан өтіп кетті. Тағы да айтайын, өткенде де айтып жатырмын. Біз осыған дейін әкетай, көкетай деп жалынумен келдік. Мынаны жасап берші ағатай, мына бапты өткізіп берші. Мен сіздерге бір
сұмдық әңгімені айтайын. Мен 2000 айтып отырмын ғой, 2011 жылдан бастадым осы әңгімені. Тікелей кіріскен. Әйтпесе келе салып кіріскенбіз, жақсылашта мақалалар жазып осы көші-қонға. Енді ол кейін айтайық. Сонда мен тағы да бағана Мұрат аға маған кішкене ренжіп жатыр. Ауыт мені кешке шейін айтып жатсың, айтпасын деп. Мені шақырған бір депутат болған жоқ осы. Басқа енді көші-қонмен айланысатын біздің жігіттер айтар өздері, оларды кім шақырды, кім қойды. Осы заңдар келіп парламентке түсіп жатады. Белгілі бір министрлікте, жаңағы еңбек министрлігінде жобалар жасалып жатады. Айналайын келші, сен осыны көп айтып жүруші едің ғой. Көп айтып жүруші едің ғой. Көп жазып жүрсің ғой. Келші, не керек еді деген бір пенде көрген емеспін мен. Мұрат Бақтиярұлы. Мұрат Бақтиярұлы мен өзі шақырған. Мен мақала жазғам Жасалашқа 2013 жылғы жаңағы көші-қон заңы талқыланып жатқан кезде, талқыланатын кезде. Кіре алмай жүрміз ғой, тесік таппай жүрміз. Жұмыс тобына қатыссақ, білгенімізді айтсақ, әйтеуір қандастарымызға себі тисе, мемлекеттің көші-қон саясатына кішкентай болса да шыбынның қанатынан шыққан жаңағы самалдай болып, самал енді сондай бір әсер етсе екен, ең аз болғанда деп жүгіріп жүрміз, жанымызда қоярға жер таппай. Содан марқұм Камал Бұрханов деген депутат кезігіп қалды, көшеде ұстап алды. Аға бізді өз көмек қашады марқұм. Жерге қайсы болып кетті. Өзбекстаннан келген екен. Соны ашуым келіп, Жасалаш газетінде осы Рысбек Сәрсенбайұлы ағам басып берді. Мақала жаздым. Парламент үйі бұрқандар мүлгіп отыратын бұтқан емес деген. Сол мақаламда бір сөз айттым. Өзі бұл осы көші-қонның заңын дұрыстауға бір Англиядан, Франциядан, ақштан оқып, әйтпесе қазір оқып келген адамның қажет жоқ қазіргі жағдайда. Кез келген 7-ші сынып бітіріп келген бір жылқышыдан, қойшыдан сұраңызшы, айналайындар, не керек сендерге? Заңдарына десе, сол бүйтіп айтып береді. Сотталмады деген анықтаманың керек жоқ. Анау келгеніңнен тіркеуден шығып кел дегеннің керек жоқ. Әкімшілік құқық бұзсаң қайттан шығарып жер дегеннің керек жоқ. Соларды алып тастаңдаршы, айналайын деп, солар айтып береді, соны жасап беріңіздерші, айналайын. Әйтпесе өзіміз жасап берейік, парламент соны. Қиналмай-ақ қойыңыздаршы, аппарат, президенттің аппараты. Біз өзіміз жасап берейік, осыны бекітіп бере салыңыздаршы. Дейді тегі. Шекелеріңізді терлетпей-ақ қойыңыздаршы деп жалынған болатынмын сол кезде. Міне бүгін тағы сол әңгіме есіме түсіп отыр. Бүгін де соны айтып отырмын. Сіздер көп қиналмаңыздаршы, шаршадыңыздар. Мемлекеттің министрлікке айтып жатырмын. Президенттің аппаратында осы жобаны жасауға жауапты, ықпал ететін адамдарға да айтып жатқаным естіңіздер. Бұл жолы сіздер ресми бізге осылай бір мүмкіндік беріңіздерші. Әрине біз үйімізге апарып жазып келмейміз, бір столдың басында отырып, сіздермен ақылдасып отырып, халықаралық, еларалық заңнамаларға негізделе отырып, біз өз ұсыныстарымызды айтып, сіздерге осы жобаны жасауға көмектесейік. Бір жол көмектесейік, көріңіздер. Оны айтып отырған себебі мен жақсы ма, жаман ба, біраз заңдарға өзгеріс енгізуге әсер еттім, мен ықпал еттім. Соның қызығын менің қандастарым көріп жатыр, рахат. Мысалы, Қытайдан келген қазақтар сотталмады деген анықтамасы тіркеуге тұратын болды. Қандай керемет. Шулап қалды ғой бір кезде. Шулап көшеде, далада қалды ғой келгенде. Монғолия мен Қытайдан келген қазақтар 12-ақ мың, 18-ақ мың теңге несие зейнетақы алатын. Соның келген еліндегі бұрынғы стажын, еңбек өтілін кіргіздік заңға есептелетін болды. 70-80 мың теңге ел қатары зейнетақы алып жатыр қазір. Несі жаман? Көрдіңіз бе? Осындай. Әкімшілік құқық бұзған үшін жаңағы қандастарымыз келген еліне қайтып кетеді соттың шешімімен. 5 жылсыз келе алмайтын. Ықтияр хаты 183 күннен артық тұрсаң күшін жойып кететін, шетелге барып. Соның бәрін қандастармен этникалық қазақтарға қолданылмайтын етіп мен Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың деңгейінде сол мәселені шешіп едім. Рахат болды. Отбасы білінбейді, келеді, рахат. Енді сол сияқты тағы да бір шамамыз келгенше өзі ішке түйіп жүрген нелеріміз бар, ойларымыз бар. Осы мәселелерді біз сіздермен бірге отырып, президенттің аппараты, енді аппараттан өтеді екен ғой, онсыз болмайды екен, сол жердің батасын алайық. Міне батасын алған тұжырымдаманың түрі мынау болды. Сосын үкіметтің бір сондай заңгері ма, соған жауапты бір адам, бір-екі адам, ана жақтан да солай. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің жаңағы көші-қон комитеті, соның адамдары министрді керек болса шақырып, мынандай деп. Сосын парламенттің 1-3 депутат қатыссын. Сосын біз қатысайық.
Сосын жобаны сосын жариялайық анегінгі порталға. Сосын халық талқыласын, тағы қосатын алатын жер болса қосайық та, содан кейін барып парламентке апарайық. Не асығамыз? Жау қылып келатқан жоқ. Асықпай отырып жасайық деген ойды айтпақшымын бүгін. Енді бүгінгі бір қызық әңгіме, жаңа көші-қон комитетіне келгендер аттон ала қашады. Ойбай, 5 жыл дегенді айтпаңдар, біз оны алып тастадық, оны өзгертіп тастадық дейді. 5 жыл қандас мәртебесімен тұрады, 4 жылда азаматтық алады деген норманы өзгертіп тастапты. Шуладық қой. Мына жақтан мен шуладым. Ана жақтан арыстандай ақырып, Зауытбек Қауысбекұлы деген ойбай шағып кете жаздапты. Министрлікті. Сол шошып кеткен болу керек сол кісіден. Бүгін келмеді жиналысқа. Шаршап қалған болу керек, ол кісі күндіз-түн сол мәселемен айланысып. Менде тыным тапқан жоқ. Рахмет ол кісіге. Айтыпты әйтеу. Не айтқанын білмеймін, айтыпты. Сондықтан жоламайды, ойбай деп. Сосын мен айтып жатырмын. Енді ол айтпаңыздар дейді. Онда 1 жыл енді, 1 жыл дейді. Енді қараңыз, жарайды 1 жылға қысқартайық. Сонда 1 жылдың ішінде тұрып азаматтық алсын, жаңағы азаматтықты алу 1 жыл. Сонда тағы да сол үкімет айқындаған өңірлерге ғана барып, сөйерден азаматтық алады, басқа облыстарға барса алмайтын болып, сол тәртіпті күшінде қала ма жоқ па? Вот осы сұрақ қазір күн тәртіпте тұр. Ол жөнінде олар ештеңе айтқан жоқ, біз тағы талқылаймыз, мына осыны әңгіме айтты. Мен айтып жатырмын, енді өзгертіңіздер. Жарайды, 1 жыл дейсіз ба, 2 жыл дейсіз ба? Енді ол өзгеріс енгізгеннен кейін ол тағы да жаңа жоба болады, немесе өзгертілген жоба, тұжырымдама. Тағы да порталыңызға іліп, әлі күнгі 5 күннен 19-ына шейін ілдіңіз ғой. 15 күн еді екен ғой сонда. 15 күн тұру керек біз. Көрейік, оны да көрейік. Деген ұсынысты айтып жатырмын. Ол туралы олар жоқ деп ешқандай бір жауап берген жоқ. Бірақ заң солай ол. Бір рәттілік қойып, ел шөт өскен жерін алып тастап, тағы шөт өссе мін жерін алып тастап, немесе өзгертіп тастап, бір кәдімгі баланың тапсырма дәптері сияқты сезілді маған ана кісілердің әрекеті. Олай болмайды. Бұл мемлекеттің заңы, тұжырымдама болса да, заң болған жоқ қой. Сол заңды жасайтын адамдардың тағдырын шешетін заңның тұжырымдамасын жасауға ондай қол үстінде қарауға болмайды, қол ұшымен жұмыс істеуге болмайды. Қазақ айтады, біреудің жұмысын біреу ысқырып жүріп іздейді дейді ғой, біреудің жоғын біреу ысқырып жүріп іздеуге болмайды бұл. Бұл сіздің қазақтың, сіздің Қазақстанның болашақ келетін қазақтарының мәселесі, құрметті көші-қон саясатының тұжырымдамасын жасауға ықпал етіп отырған Ақордадағы тұлғалар, Ақешкі мен Көктеке, сіздерге айтып отырмын. Сосын жаңағы еңбек министрлігі. Ең жақсы президенттік аппараты, сіздер араласпасаңыздар осыған. Басқаларыңызды не қылсаңыз ауылыңыз. Араласа беріңізші қалған заңдарға, бәріне сіздер президенттік әкімшілігін айтып жатырмын. Құрметті Мұрат Нұртілеу бауырым айтып жатырмын. Айналайын. Бізге де сеніңіз, біз де қазақпыз. Біз де бір жасап көрейікші. Сосын енді шолып шығам десеңіз шығыңыз, соны араласып, мынаны бүйтесің, мынаны сөйтесің деп бір өктемдік жасамаңыздаршы мынау 8 миллион қазаққа. Осыған дейін көрдік қой енді. Құлыбаевтың ықпалымен жасалған заңдарды Құдай, қаншама халық зардап шекті, қаншама халық ұйқысыз, күлкісіз таңдардатылды. Айналайындар, 6 миллион қазақ деп жатырмыз. Егер сол қансорғыш Құлыбаев пенен жаңағы опасыз Кәрім Мәсімов осындай әлекке салмағанда, осылай сол заңдарды қалағанынша өздерінің субъективтік қиялымен қалағанынша бүлдірмегенде 3 миллион қазақ келетін еді. Жаңа жиналысқа қатынасқандар айтып жатыр. Өзбек 35 миллион болды, тәуелсіздік алғанда одан аз болатын. Қырғыз 3-4 миллион болатын, 6 миллионнан асып кетті. Ең артында қалған ТМД-да, ең артында қалған Қазақстан жан санының өсуінен жаңа демография жақтан. Ал жер көлемі жағынан әлемде 9-шы елміз. Ойлаңыздаршы енді, обал ма? Обал. Көрдіңіз бе? Мен енді өзімнің ойларымды айтуға кірсем, бұл менің енді жаңағы жаным ауырғанда айтып отырған әңгімелерім ғой жаңағы жиналысқа байланысты. Енді бағанадан бері сөйлеп жатырмыз, елді сынап жатырмыз. Бізде ойымызды айтпасақ айтады ғой.
не оттап отырсың деп әрбірден кейін. Әкел, бар ма айтатын нәрсең? Біз пайдаланайық деп айтып жатыр маған. Мен айттым ғой, солтүстікке көшіруге мен барам деп таласып тұратын бағдарлама жасап беруге мен дайынмын. Бұл уәде емес, мен ұсынысым. Оны жасайық бізде. Тәжірибемізді жиып салып, білмесек сіздердің өздеріңізден сұраймыз. Өстек қайтеді, бестек қайтеді деп мысалы. Соны бағана жаңағы біздің көші-қон комитетінің жаңағы міндетін атқарушы Испанов Ильяс Сапарбекұлы бауырым айтады. 15 күн бола айтқаныңыз әкемейсіз бе? Ана неңізді дейді жаңағы. Бағдарламаңыз ұсыныстарыңыз дейді. Мен айтамын, бүйтіп бере салмаймын мен. Сен аласың, апарасың, осы қарап, оның қай жерін аласың, қай жерін қоясың. Ол тұтас дүние ол. Ол өзі бір бұлай бір жасалған нәрсе. Оны біз беру үшін сіз министріңізге бұйрық шығартыңыз. Осындай комиссия құрылды. Жаңағы 6, айттым ғой, 5 аппарат, жаңағы үкімет, министрлік, парламент, және біз сияқты азаматтық қауымның өкілдері, тәжірибелі мамандар жиналып, осылай тұжырымдаманы жасайды деген сіз Тамара Дүйсеноваға бұйрық шығартыңыз, айтыңыз. Содан кейін біз сол бұйрықтың немізді бекітіп берсін жаңағы функциямызды. Сосын біз сол бойынша отырып столдың астына алып шығамыз сөмкемізден жаңағы бағдарламамызды. Содан кейін ол кәдімгі тарих болып, заңда құжат болып енеді. Сосын біз оны кітабымызға жазамыз. Ертең Раян оқып, менің әкем осылай жұмыс істепті деп қуанып жүру керек қой, ең кемінде. Бұлай бере салатын ол. Біздің бере салған нәрселеріміздің біреуінде пайдаланған жоқсыздар. Пайдаланып едіңіз, оларыңыз өтпеді. Пайдаланып, заңға кіргізіп, жобаға. Ана жаңағы президенттің аппараты оны қиып тастап түк қалдырмай. Сосын қайтып айланып, мәжіліске келіп түскен кезде мына жақтан депутаттарға жалынып, жалбарынып жүріп, оны кіргізіп, әйтеуір сөйтіп жүріп шештік қой жаңағы. Ешкіні апа деп, текені жезде деп, менен барлық депутаттарды өйтіп кінәлай алмаймын. Ол жерде де керемет адамдар болды. Өмірбақи айтып келем, мен мынандай эфирге көп шыққан жоқпын ғой, сондықтан бүгін кеңірек көсіліп әңгімелесейін деп отырмын сіздермен. Мысалы 2015 жылы 5 шақырылымның депутаттары шетінен тұлға болатын сол кезде жұмыс тобына. Қандастарым мен айтамын осында, сіздердің сол кезде бір оң жамбастан тұрған кездеріңіз екен деп. Жұмыс тобын Гүлнар Сейтмағамбетова деген әпкем басқарды. Осы жерде отырса, сізге Алланың нұры жаусын, құрметті Гүлнар Сүлейменқызы. Сол кісі жұмыс тобын басқарды. Құрамында кім болды жұмыс тобының? Мәжілістен айтып жатырмын. Алдан Смайыл ағамыз болды. Жазушы, публицист, үлкен қоғам қайраткері. Нұртай Сәбилянов болды. Ең тәжірибелі депутат. Ұзақ отырды осы парламентте. Өте тәжірибелі. Ағамыз отырды. Марқұм Құттықожа Ыдырысов деген ағамыз отырды. Қызылорданың тумасы, кәдімгі заңгер, әкім орынбасары болған. Сосын кім отырды? Бақытбек Смағұл да отырды. Иә, отырды ол кісі де. Отырды енді, ұсыныстар берген жоқ былай. Былай қарсылар шыққан жоқ, онша көп. Сосын Алмас Тортаев деген жігіт отырды. Белсенді болды. Жақсы болды. Қазір міне біздің Аманат партиясының жаңағы сол жерде қызмет істейді. Жаңағы мен лауазымын толық білмегендігін айтпай ақ қояйын. Экс-депутат. Ол жаңағы Ақ Жол партиясынан келген жас депутат болатын, жанып тұрған депутат. Мен сол кісімен доспын қазір. Жақсылығын ұмытпаймын. Жаңағы адамдардың бәрін айтып, атап жүремін, жазып жүремін. Сосын Меруерт Қазыбекова деген Ақ Жол партиясынан депутат болып бастана құрады. Ой, керемет. Өзі орыс тілді, Көкшетаудың қызы екен. Ішкі есімнен кетпей сіздерге айтып берейін. Ішкі істер министрлігінен бір атын айтпай ақ қояйын. Соның бір лауазымды тұлғасы келді ғой. Сол мен ана айтып жатырмын ғой. Мына студенттер келіп оқиды, жатақханаға тұрады, прописка дейді. Сондықтан ол қайдан прописка табады? Ол біреудің үйіне барып жатса, сен ана тіркелген жеріңде тұрмадың деп, басқа жерге прописка отырса, жатақханада жатып. Ертең сендер штраф салады. Сондықтан жатақханаға, сол бір жылға жетпейтін уақытқа, оқуын бітіргенге дейін уақытқа пропискаға тұрғызатын норма енгізейік. Сондай құқығы бар деп студенттердің. Мемлекет грантпен оқып жатқан. Содан кейін сол жерден
тіркесінде азаматтығын алып шығып кетсін деген норманы енгізсем, анау дөйдала сөйлеп еді, Меруерт Қасымбекова айтты, сен барансың деді, сен малсың деді, сен екінші келме бұл жерге деді, сен не сандалып отырсың деп әлгіні қуып шыққан. Сосын менің құрдасым Сабыржан Сейітжанов деген жаңағы көші-қон қызметі комитетіне сол келіп Астанаға қатысты. Ол маман, ол иә дұрыс, бұл осындай мәселе бар деп айтып отыратын. Демек өстіп жасалған. Бұл туралы мен кейін арнайы өзім тоқталамын. Ал енді бүгінгі неге келейік, жаңағы тұжырымдамаға келейік. Мен айттым, мен пікірімді айттым. Мына тұжырымдамаңыз шикі дедім. Сіздер саясат пен құқықты шатыстырмаңыздар. Қандастарымыздың шетелден көшіп келуі, сосын азаматтық алуы, бұл құқығы. Олардың құқығы. Қазір соған тоқталамын. Ал оны солтүстіктегі жаңағы, солтүстігі ма, басқасы ма жаңағы өкімет айқындаған өңірлерге апару, бұл саясат. Сенің оның адамдық құқығына қол сұғатын президентінің аппаратының да, өкіметінің де, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің де, парламентінің де ешқандай қақысы жоқ оның құқығына қол сұғатын. Түсіндіңіз ба? Оның құқығы, азаматтық алу деген құқығы. Көшіп келу, тұрақты тіркеуге тұру, қонысын таңдау, бұл құқығы оның. Олар сенің жаңағы өкімет айқындаған өңірлеріңді халыққа толтырып берейін деп келе жатқан жоқ. Олар еңбек күш тапшы жерге барып, соның еңбек күшіңді толықтырып берейін деп келе жатқан жоқ. Керек болса, олар сенің жан саныңды көбейтейін, демографияңа әсер етейін деп келе жатқан жоқ. Ол халықаралық, былайша айтқанда, Біріккен ұлттар ұйымының адам правасы жөніндегі жаңағы, былайша айтайын, нақтылап айтайын сіздерге, адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы 1848 жылы 10 желтоқсанда қабылданған Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының жаңағы шешімімен қабылданған декларацияда олардың адамзаттың құқығы жазылған. Соның қараңызшы міне. Соның бірінші бабында былай деп жазылған. Мен бұл нәрсені не үшін айтып отырмын? Қандастарым білсін деп айтып отырмын. Сосын қызым саған айтам, келінім сен тыңда. Ақорда, жаңағы Ағешкі мен Көктеке, жаңағы үкіметтегі осы заңға қатысты адамдарға айтып отырмын. Сосын жаңағы мәжілістің депутаттары, сіздер де тыңдаңыздар, біліңіздер. Білесіздер, бірақ сіздер онша елемейтін адамдар да бар жерде. Сосын жаңағы еңбек министрлігіндегі мамандарға айтып отырмын. Сол жаңағы декларацияның Біріккен ұлттар ұйымының бірінші бабында жазылды. Барлық адамдар тумысынан азат және қадір қасиетімен құқықтары тең болып дүниеге келген дейді. Көрдіңіз ба? Құқықтары тең болып дүниеге келген. Ал енді сол дүниеден өткенше оның құқықтары тең болып, егер қылмыс өткізіп бір соттың шешімімен жазаға тартылып қалмаса, оның құқығы бостандықта жүргенде, жайшылықта бәрі бірдей. Сол құқығымен өмірге келді ме, сол құқығымен өмірден озғанша сол құқығы сақталады оның деген сөз бұл. Адамдарға ақыл парасат, ар ұждан берілген, сондықтан олар бір-бірімен туыстық, бауырмалдық қарым-қатынас жасаулары тиіс деп жазылған. Түсіндіңіз ба? Қазақ айтады ғой, қарға тамырлы қазақпыз деп. Сол қарға тамырлықты міне мына кісілер біліп отырып, бәленбай жыл бұрын 48 жылы сол Алла тағаланың адам пендесіне берген еркіндігін, теңдігін, ар-ұжданын, және ақыл парасатын бәрін қорғайтын заң жасап шыққан. Кәдімгі мынандай декларация қабылдаған. Сол 30-ақ бапқа тұрған, сыйған 30-ақ бапқа. Көрдіңіз ба? Сондықтан Біріккен ұлттар ұйымына мүше болатын мемлекеттер ең бірінші кезегінде осы декларациядағы нормаларды бұлжытпай орындаймын деп айтқанда соған міндеттеме алады. Сол орындаймын деп қол қояды құжаттарға. Сосын ары қарай басқа шарттарын орындап Біріккен ұлттар ұйымына мемлекеттер мүше болады. Біздің тәуелсіз Қазақстан 92 жылы наурыз айының 2 күні Біріккен ұлттар ұйымына мүше болған. Осы декларациядағы нормаларды, міндеттемелерді Қазақстан бұлжытпай орындау керек.
Егер осының біреуіне сіз орындамасаңыз, мысалы, жаңағы айтылған нормаларды орындамасаңыз, осы 30 баптағы, онда сіз, в общем, дұрыс мемлекет емессіз. Адамдардың құқығы тапталатын мемлекеттердің қатарына жатасыз. Түсіндіңіз ба? Міне, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев әділетті Қазақстан құрам деп жатыр. Әділетті Қазақстан деген не? Заң үстемдік ететін. Тек қана адамдар заңға ғана бағынатын. Президенттен бастап отырып, бүкіл Қазақстанның халқы заңға бағыну керек. Ал енді сіз осы жаңағы декларацияның 13-ші бабында бізге шеттен келген қазақтарға, шетелдегі 8 миллион қазаққа қаратқан норма бар. Қараңыз, әр адамның, әр мемлекеттің ішінде жүріп тұруына және өз қалауынша тұратын мекенжайын таңдауларына құқығы бар дейді. Міне соған сіз қарсы бағдарлама жасап отырсыз. Ақордадағы Ағешкеме Көктөкеннің ықпалымен жаңағы амалсыздан еңбек министрлігі солда жаңағы үкімет айқындаған өңірлерге барасың, сол жерде 5 жыл тұрасың, қандас мәртебесімен, соның 4 жылдан кейін азаматтық аласың, азаматтық алып 4 жылдан кейін. Басқа облыстарға барсаң, азаматтық ала алмайсың. Келсең кел, осыған шыдасаң, келмесең қой деп жасап. Мына қарашы. Мына жаңағы бапқа Біріккен Ұлттар Ұйымының біз міндеттеме алған. Осыны орындаймыз ойбай, бізді Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше жасаңыз деп жалбарынып жүріп, алған міндеттемеге қайшы осындай тұжырымдама жасатып отыр. Көрдіңіз ба? Міне, мен енді қаттырақ айтпай-ақ қояйын бүгін. Жаңа Қазақстанның құратындардың деңгейі осы болып тұр. Сосын жаңағы 13-ші баптың 2-ші тармағында тұр. Әр адам кез келген елден, оның ішінде өзінің туған елінен басқа елге қоныс аударуға және өз еліне қайтып оралуға құқылы дейді. Көрдіңіз ба? Өзінің еліне қайтып оралуға құқылы екен адамдар. Айналайындар-ау, айналайындар. Біз Қазақстан деген бір Құдайдың берген мемлекеті ғой. Алла тағаланың бір шапағаты түскен мемлекет, мен сізге айтайын. Мынандай жер берген, оған мынандай президент берген. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтай президент берген. Айналайын, президенттің бір өмір баяны осыны жасайтын кезде жоқ деген. Заңды оқымай-ақ қойыңдар, ана Ақордада отырған жаңағы осы ықпал еткен көкелер. Заңды оқымай-ақ қойыңдар. Мына декларацияны оқымай-ақ қойыңдар. Ана президенттің өмір баянына бір қараңдаршы, қай жерде жұмыс істеді екен. 75 жылдан бастап еңбегін, алғашқы жұмысын, қызметін Қасым-Жомарт Кемелұлы. Сол кісі 2011 жылы осы декларацияны қабылдаған Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының, хатшысының, Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысының орынбасары болып қызмет атқарды. Женевадағы өкілдігінің директоры болып қызмет атқарды. Қазақтың баласы Біріккен Ұлттар Ұйымын басқарды. Ол әркімнің маңдайына бұйра беретін бақыт емес ол. Он қанша 13 миллион, шетелдегісін қоссаң 20 миллионға жетпейтін тәуелсіздігін мұнда ғана алған, 30 жыл болған, мынау 48 жылы қабылданыпты. Біріккен Ұлттар Ұйымына қанша жыл болды? 70 қаншасы? 72 сессиясын өткізіп жатыр ма? Соған 30 жыл болған, тәуелсіздігін әрең алған мемлекеттің, қазақ деген халықтың баласы барып, соған орынбасар хатшы болып келді. Біз үшін бұл деген зор, үлкен мәртебе, әркімнің маңдайына бұйра бермейтін мәртебе, мен сізге айтайын. ТМД-да бар ма екен, мен білмеймін енді жағын. Сіздер анықтап зерттеңіздер. Айналайындар, сол кісінің бір абырой беделін ойламайсыңдар ма? Мынау енді ол сайтқа ілінгеннен кейін бүкіл дүние жүзіне кетеді ғой. Көші-қон саясаты, онымен айналысатын мамандар бар. Көші-қон деген әлемдегі үлкен саясат. Біріккен Ұлттар Ұйымының күн тәртібіндегі саясат. Сол Біріккен Ұлттар Ұйымы айтыпты ғой Қазақстанға. Президент алдыңғы жолдауында айтты ғой. Біздің демографиялық өсімімізге Біріккен Ұлттар Ұйымының өзі алаңдап отыр деп айтты ғой. Көрдің ба, демографияға біздің мына президент аппараты алаңдамайды. Оларға бәрібір жасады ғой мынаны. Мен бәрін айтып отырған жоқпын. Осыған ықпал еткен адамдарды айтып отырмын.
Мұрат Нұртілеуұлы ренжімесін, ол кісіні айтып отырған жоқпын. Осыны тіке қол салып жасаған кісілерді айтып отырмын, ықпал еткен. Солар алаңдамайды біздің демографияға, ана жаңағы Біріккен ұлттар ұйымы алаңдап отыр. О жақта жатып Қазақстанның халық санының аздығына, шетелге кетіп жатқандардың көптігіне, көші-қонның жүрмей қалғанына, жерінің бос жатқанына алаңдап отыр. Рахмет ол кісілерге. Өйткені Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ол жерде ізі бар ғой. Ықпалы бар ғой ол жерде, танымалдығы бар ғой. Мүмкін сондықтан осы біздің Қазақстанға Біріккен ұлттар ұйымы жіті назар аударып отыратын шығар. Сіздер қайдан білесіздер? Мен солай ойладым, бүгін сонда ойға келіп отырмын қазір осы лекцияны жасап отырғанда. Сондықтан құрметті Ағардыда отырған қаным, Ағардыда отырған інім, мына президенттің өмірбаянына қарап қойыңыз. Біріккен ұлттар ұйымында жұмыс істеген қазақтың бір мақтаныш ол. Білесіз ба? Сонда сол жерде ол кісі істеді, ал енді сол кісінің сеніп алған, менің мынау қаңтар оқиғасынан кейінгі әділетті Қазақстан құруға арналған жаңағы реформаларында жүзеге асырасыңдар деп алып отырған кәдірдің түрі мынау. Адам құқығы халықаралық декларация деген ол кісіге көк тиын екен. Оған оралманды қандас ағайындар тұқыртып көшті тоқтату керек. Келсең кел, осылай шыдасаң, келмесең аулақ жүр дегенге келіп отыр. Көке, мен тағы қайталап айтайын. Бұлардың келуі, бұл құқығы. Бұлардың азаматтық алуы Қазақстан Республикасы, оның құқығы. Түсіндіңіз ба? Ал сен солтүстікке жаңағы үкімет айқындаған өңірлерге апаруың ол саясат. Мемлекеттің саясаты реттейтін. Мүмкін келген қандастарымыз жаңағы шекарадан өте сап сол облысқа барып тұрып азаматтық алатын шығар, өзінің несімен жаңағы, өзінің мен өмірімді осы жерден бастаймын Қазақстандағы, осы жерде өсіп өнемін деп үкімет айқындаған өңірлерге бірден көшіп келетін шығар. Жоқ, Алматыда 10 жыл отыра тұрып, азаматтығымды алып барам дейтін шығар. Жоқ, мен бармаймын, Шығыс Қазақстанда туыстарым бар, соның қасында қалам дейтін шығар. Ол жаңағы мынау жаңағы Біріккен ұлттар ұйымының декларациясында жаңағы оқып берген екі нормаға дәл келеді, оның құқығы. Оған сіз қол сұғуға ешқандай қақыңыз жоқ. Әулие болып кеттіңіз маған десеңіз. Ақордада отырмақ түгіл, анау ғарышта отырыңыз. Бізді пультпен басқарып. Жоқ. Сіздің ондай қақыңыз жоқ оған қол сұғатын. Түсіндіңіз ба? Бұл мәселе осы Біріккен ұлттар ұйымының жаңағы адам құқықтарының жаңағы декларациясымен қатып қалды деп ойламаңыздар. Ол енді қиын ғой, ана жақта ғой, анау жақтағы қағаз ғой, оны атқара алмаймыз деп отырған болуларыңыз мүмкін. Жоқ, олай емес. Енді сіз қарап отырыңыз, біз жаңа Қазақстан құрып жатырмыз. Ал енді көне Қазақстанға тырнақшаның ішінде бір қайырылып көрейікші артымызға. Осылар көші-қон саясатын қалай бастады екен деген нәрсеге бір зер салып көрейікші артымызға бір бұрылып. Так, ол үшін Совет одағы құлауға таяп, Балтық жағалаулары кетіп жатқаннан кейін Қазақстанда қамдана бастаған ғой. Тәуелсіздікке қарай ақырын бірден алып кетпегенмен, ақырындап соған дайындала бастаған. Біз де аламыз, Құдай бұйырса деп, соның алғашқы дайындық жұмыстарын істей бастаған. Мен сізге айтайын, 90-шы жылдардың басында. Бірінші болып Орта Азияда Қырғызстан, 31 тамызда, сосын ең артында біз 16-шы желтоқсанда. Енді ол әңгімелер мені онша қызықтырмайды. Алды арты ол тағдыр біздің. Уақыттың шешімі солай болды, шарт жағдай солай болды. Оны сынап білуден мен аулақпын. Құдайдың осы тәуелсіздікті бергеніне қуанамын. Иә, білесіздер оны, менен жақсы білесіздер. Қазір бәріңіз сарапшыға келесіздер. Жаңағы лауазым тұлғалар. Ауыт Мұқибек, бұны неғып айтып отырсың деп, қыртып кеттің ғой деп отырған болуларыңыз мүмкін. Бірақ қандастарым білсін. 1990 жылы 25 қазан Қазақ СССР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация деген құжат қабылданған. 25 қазан республика күні деп мереке болады. Мынау тәуелсіздікке басып қойған бірінші қадам болады. Бірінші қадам. Көрдіңіз ба? Соның құжатында осы сіздер сияқты осы жерде отырған ғана Марат Бәшімов сияқты, өткенде конституциялық заң комиссиясында болды ғой. Оңғарбаев сияқты, тағы Еуразияда бір ағамыз қатысты, ғалым, атын ұмытып отырмын.
сол кісілер сияқты заңгерлер жасаған оны. Оны президент жасамайды. Тапсырады президент, жол жорғын беріп, осылай жасайсыңдар деп, сол кездегі біздің аға ғалымдарымыз жасаған. Енді соның бәрінің керегі жоқ. Мен сізге сол шеттегі қазақтарға байланысты жерін оқып берейін. Қазақ СССР-ның дейді, СССР-ның Советтік Социалистік Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы декларация. Сол декларацияда мынандай норма бар. Қазақ Советтік Социалистік Республикасы республикадан тыс жерлерде тұратын қазақтардың ұлттық, мәдени және тіл жөніндегі қажетін қанағаттандыруға қамқорлық жасайды деп жазыпты. Осы бір абзац сөз. Қажетін қанағаттандыруға қамқорлық жасайды деп. Совет одағының құламаған кезі 70 жыл билеп, төстеп келген Совет одағының құрамынан әлі шығып кетпеген Қазақстан Республикасы соның мынау егемендік туралы декларациясын қабылдауға, соның құжатын дайындауға қатысқан біздің аталарымыз, ағаларымыз, көрдіңіз ба? Мынандай абзац сөзді соған кіргізген. Бұл тарихи оқиға бұл. Өзің егемендігіңді ала алмай жатып, ана шеттегі қазақты ойлап жатыр ағалар. Ол кім дейсің ғой? Мен кеше айттым. Ол Салық Зиманов ақсақал. Қазақтың леганда заңгері. Осы бір ғасырдағы сол қазақ заңгерлерінің анау атасы деп айтуға болады. Қайрат Сапарғалиев деген кісі болды. Тағы біраз кісілер болды енді. Негізгісі мен оны білетін. Сосын Сабыр Қасымов деген жас жігіт болды. Ол кісі әзір Сабыр ағада 60-тан асқан болу керек. Сол кезде бір 40-тың ішінде ме екен, 90-шы жылдарда өмірбаянын қарап көру керек. Жанып тұрған жас жігіт, өзі Ресей жақтың тумасы, сол кісі келіп, осыны мына кіргізген міне. Соны тұңғыш президент қуана қабылдаған. Көрдіңіз ба? Өз егемендік алған жоқ әлі. Тәуелсіздік алған жоқ. Алайық деп енді үмітті. Аналар кетіп жатыр ғой. Мынау қай уақытта қабылданды? Қазанда. Ол кезде Қырғызстан, Өзбекстандар тәуелсіздігін алып кеткен кез. Біз енді кішкене. Жоқ, алған жоқ 90 жылы. Ешкім алған жоқ 90 жылы. Өмірбек Текебаев менің ағам айтады, Қырғызстанның ұлттық лидері. Сол 90 жылы олса жоғары кеңесте депутат екен. Жүгіріп шығып айтқан ғой, Қырғызстан тәуелсіздігін алу керек көзқарасынан деп. Сөйтсе бәрі қарқылдап күлді дейді. Сонан жерде отырған төраға айтты дейді. Біздің бірақ мемлекетіміз бар, ол Советтік Социалистік Совет одағы. Біздің бір ғана басшымыз бар, ол Горбачев деп ана бәрі қарқылдап күліп жас жігіт екен. Көрдіңіз бе? Бір жылдан кейін олар да дайындалып бізден бұрын алды. Бұл енді басқа әңгіме. Көрдіңіз ба? Егемендігін алмай жатып, шеттегі қазақтардың қамын ойлап, ертең тәуелсіздік алып қалсақ, олар келгенде ұялып қалмайық, біз қайда қалдық, егемендік алғалы жатыр екенсіңдер деп. Мен болмасам да менен басқа бір даукөс айтады ғой. Міне, ағалардың парасаттылығы, ағалардың алысты ойлайтындығы. Ол Салық Зиманов деген ақсақалды мен көрдім, жарықтық, жатқан жерің жайлы болғыр. Екі дүниенің, бұл дүниенің қызығын көрді ғой енді. Ол дүниенің сол бейіште нұры шалқысын Салық атамыздың. Ол жеті жарғыны зерттеген. Қасым ханның қасқа жолын, Есім ханның ескі жолын. Соның бәрі заң ол. Сол біздің ата заң солар. Сол дәуірдің. Соның бәрін зерттеп, қат түсіріп, соның бәрін жасап кеткен ақсақал. Сосы Қазақстанның тәуелсіздігінің, егемендігінің заңдық негізін жасап кеткен кісі. Сол кісі мыналар жаңағы аттатайын кісілер бірлесіп осы норманы кіргізген болады. Енді Құдай бұйырып тәуелсіздік келді. 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін жариялады. Жоғары кеңесте заң қабылдап Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі жарияланды. Ол да заңмен бекітілген тәуелсіздік деген. Сонда мынандай заң ол. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы 91 жылы 16 желтоқсандағы заң. Соның 7-ші бабында Қазақстан Республикасы жаппай қуғын сүргін, күштеп ұжымдастыру кезеңдерінде адамгершілікке жат өзге де саяси шаралар нәтижесінде республика территориясынан кетуге мәжбүр болған адамдар мен олардың ұрпақтарының
сондай-ақ бұрынғы одақтас республикалар территориясында тұратын қазақтардың өз территориясына қайтып оралу үшін жағдай жасайды деген Қазақстан. Тәуелсіз Қазақстанның бірінші заңы. Тәуелсіздік туралы заң, егемендік туралы заң, егемендік тәуелсіздік туралы, мемлекеттік тәуелсіздік туралы деп жазып қойған соның 7-ші бабында. Сосын тағы жазады Қазақстан Республикасы, республика шегінен тыс жерлерде тұратын қазақтардың ұлттық, мәдени, рухани және тілдік қажеттерін қанағаттандыруға қамқорлық жасайды. Ана негізі қаланып қойған ана егемендік туралы 90 жылға 25-ші қазанда қабылданған декларацияны мынаған кіргізіп отыр. Қамқорлық жасайды. Олар азаматы болып отырған мемлекеттермен жасалған шарттар негізінде бұл азаматтардың мүдделерін қорғайды деп жазып қойған. Тәуелсіздік туралы заңда. Көрдіңіз бе? Ал одан бері біздің ата заңымыз қанша рет өзгеріске түсті, қанша рет өзгертулер, толықтырулар. Міне биыл бір жылда 2 рет Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер енгізіліп келе жатыр. Мен оған дауым жоқ, өзгертуіне ешқандай сынайын деп деген ойым жоқ. Бірақ дұрыс болса екен деген ғана өтінішім бар. Дұрыс болса екен деген. Демек, мына тәуелсіздік туралы заң өзгермейді. Бұл бір-ақ рет бір мемлекетте бұрылып, бір-ақ рет тәуелсіздік алады. Бір мемлекет бір-ақ рет тәуелсіздік алады өмірінде. Не тәуелсіздік алды? Екінші рет алуды Құдай басына салмай-ақ қойсын. Сол тәуелсіздіктің заңы соп етіп тұр, ол өзгермейді ол. Оның бір бап өзгерсе онда тәуелсіздік нұқсан жетуі мүмкін. Енді үлкен заңгерлер біледі. Сол заңда жазылып тұр міне. Міне көші-қон осылай қалыптасқан. Қалыптасқан осылай. Көрдіңіз ба? Ана заңның негізінде бар. Енді содан кейін 95-ші жыл ма, 93-ші жыл қабылданды. Бізде қазір қолданыстағысы 95-ші жылға ата заң. 95-ші жылы Қазақстан Республикасының Конституциясы. Соның 12-ші бабы. 12-ші бабының 2-ші бөлігі. Адам құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан жазылған. Олар абсолютті деп танылады. Олардан ешкім айыра алмайды. Заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің мазмұнымен қолданылуы осыған орай анықталады дейді. Көрдіңіз ба? Адамның тумысындағы құқығын біздің конституциямен де бекітіп қойған және. Заңдар солай қарай жасалады дейді. Сонда жаңағы мынау Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы, сосын жаңағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң, оның ар жағындағы жаңағы егемендік туралы декларация, осы негізде мына біздің ата заңымыз жасалды 93-ші жылы, кейін ол 95-ші жылы басқадан қабылданды, солай. Содан айтады, Конституцияда, заңдарда және халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, шетелдіктермен азаматтығы жоқ адамдар республикада азаматтар үшін белгіленген құқықтар мен бостандықтарды пайдаланады, сондай-ақ міндеттемелер арқалайды дейді. Көрдіңіз ба? Осының бәрін жазып қойған. Оны бірінші кезекте сол жаңағы Ақордадағы жаңағы заң жобасын жасауға нұсқау беретін, соны бекітетін жаңағы тұжырымдамаларды адамдар жақсы білу керек. Енді қарап отырыңыз, мына қызықты қараңызшы. Жаңа жаңағы әділетті Қазақстан құрамыз деп президент сеніп алған кісілер мынаның бәрін қайырып тастап, сталиндік репрессияға апаратын тұжырымдама жасады ғой. Мынау масқара ма енді? Масқара мен күйетін осы. Дауысымен қатты шығып кететін осы. Бүгін Мұрат ағамнан да орыс естіп бара жаздады, мақұрын сөйлетіп жиналыста. Күйіп кетесің мынаған. Масқара болдық қой. Мынаның бәрін қайырып тастап, сен айтады, шекарадан өтесің, өкімет айқындаған жерге барасың, тағы да қайталап айтайын. Оған барсаң азаматтық беріледі, басқа жерге барсаң берілмейді дейді. Таңдау құқығы қайда адамдардың? Сіз құқығына неге қол сұғасыз? Бүкіл адамның құқығына неге қол сұғасыз? Мен білем сол адамдар. Оралмандар диттің етінен жек көреді, қандастар. Шеттегі қазақтар десе төбе шаш тік тұрады, ана ербиген шашы тік тұрады, ербиген шашы. Жек көр, ол сенің құқығың. Жек көресің ба, жақсы көресің, ол сенің құқығың. Бірақ сен оның құқығын таптауыңа болмайды. Мына заңдармен, мына конвенциямен бекітілген, ата заңмен бекітілген, жай заңдармен бекітілген құқығын таптауға қақыңыз жоқ, құрметті қаным, құрметті інім.
осыған ықпал еткен және соны осы тұжырымдаманы жасауға және оны оған араша түсе алмай отырған Ақтеке, сіздің өйтіп құқығын таптауыңызға болмайды. Ауыт Мұқибекті жек көр. Жек көр. Қарама, амандаспа. Керек болса кетіп жатқанда осы деп түкіріп тастап кете бер. Бірақ менің құқығымды таптама сен. Маған Алланың берген, сосын Біріккен Ұлттар Ұйымының декларациясымен бекітілген, өзіміздің ата заңмен және заңдармен бекітілген менің құқығымды таптауға сіздің қақыңыз жоқ. Демек, бүгінгі Қазақстанның көші-қон, алдымен жүгіріп шыққан бағдарлама болды ғой енді, алдыңғы кезек дегенде. Себебі президент жолдауды бірінші қыркүйек күні жасады, 5 күні сарт етіп жаңағы үкіметтің порталына ілінді ғой. Алғашқы, қарлығашы. Міне қарлығаштың түрі осы болды. Түсіндіңіз ба? Сонда бұл нені көрсетеді? Бұл біріншіден президенттің айналасында отырған кісілердің қазаққа болған, шеттегі қандастарға болған көзқарасын көрсетеді, танымын көрсетеді. Көрдің ба? Келсең кел, келмесең кет. Ол сенің қазағың айналайын. Ол қазақ бірақ ұлт, оның бір талған отаны бар. Айтыпты ғой жаңа, туысы болуға, бауыр болуға оның құқы бар деп жазылған декларацияда, жаңа адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясында. Оны сен бөле алмайсың. Айтып жатырмын ғой. Ол келетін қазақтарды мен бағанада айттым, тағы айтылып айтамын. Ол Ерлан Қариннің адайлары, ол Қасым-Жомарт Кемелұлының жарайырлары, ол Мәулен Әшімбаевтың албандары. Бөлініп қалды ғой. Ал енді сіз жаңағы тәуелсіздік біздің Қазақстан Республикасының мемлекеттігі туралы заңда не деген керемет жазылған. Айтады жаңа, айтады, жаппай қуғын сүргінмен дейді. 16 жыл ойбай Ақпатшаға әскер бермейміз деп соғысып, Нарынқолдың албандары аржағында қазақ жеріне өзінің жиені Қызайелде барды. Жаменке батыр жаңағы. Көрдіңіз ба? Қуғын сүргіндегі сол соғыс, содан қашып, Ақпатшаңыздан қашып. Сосын 32 жылы аштықта кетті жаңағы. Батыс Қазақстанның, біздің батыстағы Маңғыстаудың қазақтары, Ақтөбенің қазақтары қайда бармады? Иранға барды ғой. Әнегін президент барғанда ашаршылықта ауып барған сол біздің қандастарымызға тірек болған жаңағы, алдынан шыққан, асыраған деп Иранның президентіне рахмет айтты ғой біздің президентіміз, қандай көреген. Сол қазақтарды президент ұмытпай, 30 жылдарда барған қазақтар, ашаршылық жылдарында барған, ауып барған қазақтарға көмек қолын созған үшін мына президентіне рахмет айтып жатыр. Сонда сол сенің миыңа кірмеді ме? Мына заңның тұжырымдамасын жасайтын кезде сол сенің президент қасында жүр ғой, соны ойламады ма? Мына президент солардың аруағына өліп қалды ғой, көп ұрпақтары бар. Көрдіңіз ба? Соны ойламадыңыз ғой. Соны осы заңға жасауға ықпал еткен мырза, ханым. Түсіндіңіз ба? Сондықтан сіз бізді жек көріңіз, қандастар жек көріңіз, бірақ оның құқығын таптамаңыз. Сосын айтайын және, сауатыңызды көрсетті бірінші, деңгейіңізді көрсетті. Сосын жаңағы адамгершіліктен жұрда екеніңізді көрсетті бұл бағдарлама. Бұл бағдарлама, мен айтайын сізге, бір керемет бағдарлама болды. Бұл өзі бір шарықтау шегі болады ғой. 2007 жылы Кәрім Мәсімов өкімет басына келді, болды, сол қырғидай тиген болады. Қырғидай, оған ешкім баталған жоқ, менен басқа ешкім. Мен ғой сотқа берем деп оған Арыстанға шапқан Ауыт Мұқибек болатын сол кезде. Сол кезде мына жерде Ақордада отырған, сол кезде Әшімбаевтар Ақордада болу керек, жас жігіттер. Парламентте отырған кісілер, өкіметте отырған біреу, ол тұңғыш президентке барып, Жаңаөзен оқиғасын тудырған осылар, оңбаған деп, ана кісіге бекіттіріп алған. Өзінің сеніп алған кәдірі, сенеді оған. Енді адам ғой кім? Нұрсұлтан Әбішұлы, тұңғыш президент. Оған барып күйеу бала айтады, ойбай, мына оңбағандар Жаңаөзенді ұйымдастырып, міне тап желтоқсанда сіздің тойлағалы жатқан кезде мыналар атыс шығарды, өстіді деп апарып ана кісіні иландырып, тоқтату керек, құрту керек. Бірден тоқтата алмайды ол. Олар ақылды. Бірден тоқтата алмайды. Көрдіңіз ба? Мына жаңағы
заңдарды қиындатып жібергенде, бірақ олар басқа облыстарға қоныстауды шектеген жоқ. Бірақ 4 жылсыз азаматтық бермейтін заңды қабылдады. Ешкім қарсы шыққан жоқ. Әрине депутаттар сөйледі, Нұрлан Оразалин сөйледі, сенатор, Қуаныш Айтаханов сөйледі, керемет көп. Светлана Жалмағанбетова деген апайымыз қарсы шығып сөйледі. Мәжілістен де сөйлеген болу керек. Соң қарсы шыққанда түстенген жиналыс болады, қол көтеріп қолдайсың дегенде, мысалы Гүлнар Сейітмағанбетова да қарсы болған, Алдан Смайылов та қарсы болған. Соларға анау мұрт, анау президенттің қол қойған әкеп екі жігіттің жіберіп, мынаны оқыңдар деген. Оқы мынаны. Қараса президенттің, тұңғыш президенттің өзі мақұлдап берген ғой. Жан екеу емес қой олардың. Бас екеу емес қой. Жарайды деп түстенген қолдап бере салды. Сосын Ауыт Мұқибек хат жазып, тұңғыш президентке нағашыма хат деп, енді айтып жатырмын ғой, оны қайта айтпай ақ қой. 5 ай 24 күнде сол қалпына келген болады. Махмұд Қасымбек аға рахмет. Сол хатымды президентке жеткізген үшін тағы басып дейін. Сөйтіп шешілген болатын. Ал бүгінгі тұжырымдама, жаңа Қазақстанның көші-қон саясатының тұжырымдамасы анадан бар қаталдығы. Келсең кел, келмесең кет. Көрдіңіз ба? Тағы қайталап айтам. Айналайын, үкімет, я қандастар келді. Сіздер дұрыс орналастырмағандықтан, соған дұрыс шара қолданбағандықтан, олар белгілі бір аймақтарға өзінің ата-бабасының жеріне келді дағы, шоғырланып, сол қалаларды, сол облыстардың еңбек күшін көбейтіп жіберді. Оған жұмыс та алмай қалды. Мұнайда таусылайын деген ба білмеймін, алмайды. Жұмыс орнын тауып бере алмады деп айтты, сылтау ма білмеймін. Мен білгенде Қытайда Дыңшаупыңның реформасын, Дыңшаупыңның кенже кадрмын ғой, мен школ директор болған. Ол жақта бір жерге адамдар көп шоғырланса, сондай жақсы болатын. Өйткені жұмыс көп болады. Біреу ашқан ашады, біреу тойқан ашады, тағы біреу завод ашады, біреу киім тігетін бірдеңке ашады. Сөйтіп сол қалалар дамып кететін, сол өңірлер. Неге сол адамдар өстіп, сол көп болғанға сондай жасамайды деп, соған менің миым жетпей жатыр Қазақстанда. Адам көп болса жақсы қалада. Мегаполис құрып жатырмыз ғой жаңағы. Шымкентті құрып жатырмыз. Алматы арнайы жаңағы қалалар. Астанада бар өзінің статусы бар. Адам көп, миллионнан асты. Керемет қоғада. Неше түрлі жаңағы нарыққа жаңағы базар экономикасы дейді Қытайлар. Нарықты экономика міне. Соның қайнайтын жері сол адамның көп жері болмай ма? Неге сол жағын ойласпайды біздің өкімет? Соны түсінбей жатырмын. Соған шарт жағдай жаратып, жаңағы мегаполис құрып, неге заводтар салмайды сол жерден, адамдарға қажеттінің бәрін деп ойлап қоямын да, әйтеу көшіру керек деп енді. Енді бір қызықты айтайын, бүгінгі болған оқиғаны айтайын. Осыған байланысты. Осыдан 3 апта бұрын жаңағы Түркменстан Республикасынан 600-700 адамның қайттан депорт етілгелі жатқанын хабарлады Атамекен телеарнасы. Ол былтырма көшіп келген. Ойбай, елге ел қосылса қот деп пойыздан гүл алып шығып, алдынан соларды қарсы алып жатқан. Солар сол Ақтөбеге ма, Маңғыстауға ма сол орналасып деді. Міне солар ана күні телевизияда жылап еңіреп жүріп, әлі тіркеуге тұрмапты. Мен сөйтіп айтты телевизияда. Сол қайтарылады келген еліне дейді. Сосын мен ойладым да, бір 700-800 адам екен. Бір 7-8 адам тұрмай қалса мүмкін енді. Бір құжаты кем болып қалған шығар. Шығу парағы деген бар, сондай бірдеңкесін әкеле алмай қалып, сотталмады деген анықтамасын әкеле алмай қалып, тіркеле алмай жүрген шығар деп ойладым да. Ол да заңдылық енді, ондай болып тұрады ғой. 700-800 адамның тобымен бірақ тұрақты тіркеуге тұра алмауы сұмдық қой енді, бір жыл бойы. Деп ішкі істер министрлігіне звондап, көші-қон комитетіне сұрасам, олар аға дейді, мен ештеңе айта алмаймын дейді. Я сондай оқиға жағдай бар сияқты. Еңбек министрлігіне барып айтсам, олар да ештеңе айта алмаймыз дейді. Бірақ айтты, ол жерде жақсы жігіттер бар. Тіркеуге тұра алмапты 700-800 қазақ. Себебі еңбек күші ашып кетті, ана жаққа барсаң, бармасаң, онда тіркеуге тұрғызбаймыз деп, бір соған жауапты вице-премьер жиналыс ашып, жиналыстың қаттамасы дейміз ғой жаңағы. Протоколде, өстіп ол жерде тұрақты тіркеуге алуға болмайды деген сияқты протокол жазып, қаттама жазып шығарған көрінеді енді. Соған байланысты оларды тұрақты тіркеуге алмай жатты. Міне масқара. Айналайын, премьер, кейін сол құжатты тапсам, мен атына таптырып айтам. Құдай-ау, сенің қандай құқығың бар оның? Ол заңмен
бекітілген оның тұрақты тіркеуге тұратыны. Пәлен уақыттың ішінде бәрі заңмен, көші-қон туралы заңмен бекітілген. Сенің протоколыңмен не үшін тоқтатасың? Мен таңғалып отырмын еңбек министрлігіне, құрметті Тамара Қасымқызы. Сіз оның протоколын жыртып бетіне лақтырып жеңіз. Сенің онда құқың жоқ бізді тоқтататын. Бізге президенттің заң күші бар, жарлығы керек. Әйтпесе заңды өзгерту керек. Заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізіп қана сен ол жаңағы тіркеуді шектей аласың, жаңағы тіркеуін. Әйтпесе сен бір ана министрге бір протокол жазса, мына министрге бір протокол жазса, заң не болды? Шылғау болдық онда. Заңның не керегі не? Әркіміміз бір протокол жазып, сол жаздырып алып көші-қон дұрыстамаймыз. Жақсы премьер министрдің орынбасары келсе, соған бір протокол жаздырып алып, мынаған жақсылап жазып берші, мына көші-қонға деп жүретін едік қой онда. Масқара ма, масқара? Міне, біздің Қазақстанның жаңағы құқықтық заңдық мемлекет құратын Қазақстанның жағдайы осылай екен. Бұрынғы айта алмай жүрдік қой енді. Бір айтатын уақыт келді, ұзағырақ сөйлеп жатқаным сол. Көрдіңіз ба? Соны бүгін сұрайым жаңағы кімнен, жаңағы комиссияның отырысына келген көші-қонның жауапты адамдар келді ғой. Көші-қон комитетінің міндетін атқарушы азамат жаңағы Испанов Ильяс Сапарбекұлынан сұраймын ғой, не үшін десем айтады. Олар ана Өзбекстаннан келетін кезде, Түркменстаннан келетін кезде олар ана Ақмолаға виза алдырып, мен былай нетіп айтып жатырмын. Пәлен жақтан виза алып апты екен, сол жеріне бармай, ана ата-бабаның туысы деп, шөрге отырып апты, сондықтан оған тіркеуге нетпей жатырмыз, біразын тіркедік, бүйттік, сөйттік деп лағады. Ей, көке, сен ана заңды оқысаңшы, ана көші-қон туралы заңды оқысаңшы, айналайын. Көші-қон, халықтың көші-қон туралы заңын мен сізге оқып берейін деп, ол жерде нақтылап оқып бере алмадым. Соны оқысаңшы, айналайын. Сол заңда тұр ғой. Жаңағы тұрақты тіркеуге тұру үшін визаның санатына қарамайды. Визаның санатына қарамайды. Қандай визамен келсең де сенің тұрақты тіркеуге тұруға міне хақың бар. Жазып қойған заңда. Жаңағы қайда жүрмін? Көші-қон туралы заң. Халықтың көші-қон туралы заң. Қазір тауып алайын. Сол заңның 7-ші бабында жаңылмасам. 7-ші бабында жазылды, міне халықтың көші-қон туралы. 7-ші бабында жазылып тұр, міне. Халықтың көші-қон туралы заңның 7-ші бабында. Қазақстан Республикасында мен қысқартып алдым деп айтып келеді дағы. Сондай-ақ этностық қазақтар өздеріне берілген визаның санатына қарамастан тұрақты тұруға арналған рұқсатты алу үшін ішкі істер органдарына өтініш жасайды деп міне заңда жазылып тұр ғой, айналайын. Мейлі атыпты визамен келесің, мейлі батыпты визамен келесің, мысалы үшін айтып жатыр. Мейлі туристік визамен келесің ба? Оған қарап жатқан ешкім жоқ, біле, заңмен бекітіп қойған міне. Ол келіп тұрақты тіркеуге өтініш беруге қақысы бар. Оған жаңағы вице-премьердің тұрмақ, премьер министрінің де протоколы жүрмейді оған. Жүрмейді оған. Сосын айтады, жаңағы, ол ана жаққа бармай жатыр, біз соққа жағдай жасап жатырмыз жаңағы дейді. Қандай жағдай екенін білесіздер ғой, салған үйдің бәрі әкімдер ақшасын жеп қойып жаңағы быт-шыты шығып жатқан. Ол да жүрмейді. Мына заңды оқы, айналайын. Міне, сол жаңағы халықтың көші-қон туралы заңының 5-ші бабының 4-ші тармағында жазылып тұр. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тұрғылықты жердің өздері таңдауға құқылы дейді. Ол қандай визамен келіп, Қазақстанның қай түкпіріне, қай облысына, қай қаласына, қай ауданына, қай ауылына тұрамын десе, оның правасы бар, оның құқығы бар, заңмен жазылып қойған. Ол айта қалды, бүйте қалдыға келмейді, айналайын. Айналайын, Ильяс Сапарбекұлы, оқыңыз заңды. Ана Алматыдан қатынасқан Рақым Айбол шамданып, мынау бір сауатсыз екен деп ұрсып жүр, енді жас жігіт қой. Өседі ғой, өсіреміз ол жігітті де. Жақсы жігіт, кеше мен танысқам, әйбат жігіт. Тыңдап отырсаңыз, бұдан кейін болмасын ондай нәрсе. Қалған сөздеріңізді айтпай қойын, ана жерде күлкілі сөздер, телефонға байланысты өзіңіз біліп қойыңыз. Шығыс Қазақстанда телефон әңгімесін мен айтпай қойын. Демек, құрметті достар, міне, жаңа Қазақстанды менің Қасым-Жомарт ағам құрып шығам. Заң үстемдік болады, үстемдік етеді. Сондықтан бұл әділетті Қазақстан деп аталады деп жатыр. Мен ол кісіге көмектесем. Міне, менің көмегім осы.
мен білгенімді айтып жатырмын. Сондықтан мен мынаны бастан ақыр сол жаңағы көші-қонға қатысты құжаттардың бәрін бүгін ақтарып отырған себебім, бірінші қандастарым білсін өзінің құқығын. Алла тағаланың жаратқандағы берген құқығын жаңағы Біріккен ұлттар ұйымы 30 баппен бекітіп берген жаңағы 48 жылы. Түсіндіңіз ба? Ал сол баптың негізінде Қазақстанның заңдары жасалған. Сондықтан сенің Қазақстанға келуің ол заңды, тәуелсіздік туралы заңда тұр, қуғын-сүргінмен ажырап қалдық. Ал біз де сөйттік. Империялар шекараны бөліп алды. Қазақтың жерін бөліп алды дағы шекара бекітілген кезде біз сыртында қалып қалдық. Біздің де туысқандарымыз бар осы жерде. Менің туысқандарым осы жерде бар ғой, енді руымыз ғой. Ана декларацияда жазылыпты ғой жаңағы. Біріккен ұлттар ұйымының декларациясында. Олар бауыр туыс болуы тиіс дейді, бір-бірімен дейді. Бір-бірімен дейді, бауыр туыс болуға тиіс. Міне. Адамдарға ақыл, парасат, ар-ұждан берілген, сондықтан олар бір-бірімен туыстық, бауырмалдық қарым-қатынас жасауға тиіс. Мен руым Дауыт Мұқибек, Мұқибек Мырзабай, Мырзабай Көкіш, Көкіш Қайран, Қайран Тұрпан, Тұрпан Көрпеш, Көрпеш Торғай, Торғай Жаңғабыл, Жаңғабыл Меңіз, Меңіз Құтым, Құтым Шағыр, Шағыр Төлеғатай. Арғайстаныстан қайдан шыққанымды білдіңіздер ме? Қызылордада жаттым Төлеғатай бабаның басы. Міне, мына заңмен соны маған бекітіп берген. Мен сол үшін Қазақстанға келуім заңды, құқығым бар, оны ешкімнің шектеуге қақысы жоқ. Мен сіздің солтүстік жаңағы өкімет айқындаған өңірлеріңізді қайталап айтайын, есіңізге сақпайын. Соның еңбек үшін толықтырайын деп келген жоқпын. Келе жатқанда мен сіздің жан саныңызды көбейтейін деп келген жоқпын. Мен сіздің жаңағы тағы сондай бірдеңкеңізді жасайын деп келген жоқпын. Мен ата бабамның жеріне, Қасым-Жомарт Кемелұлы айтты ғой, қасиетті парыз деген сөзінде, туған жеріме өзімнің халықаралық заңдармен бекітілген құқығым бойынша келіп отырмын. Ал келгеннен кейін мен таңдау еркіндігім бар. Алматыда 12 жыл тұрдым мысалы. Мен Тұманбай Молдағалиевті іздеп келгенмін, ақын, қазақтың аса көрнекті ұлы ақыны, жатқан жерің жайлы. Соның қасында 12 жыл жүрдім. Ол менің құқығым, таңдауым менің. Ешкімнің сен Тұманбайдан кет деп айтуға қақысы жоқ, болған да жоқ мысалы. Марқұм өмірден өтті. Кәрім Мәсімов келді, көші-қонда лақтыра бастады, бүйтіп қандастарды жаңадан алып сілтей бастады. Сосын мен Астанаға келуіме тура келді. Қақаған қаңтардың аязында келдім. Айдын Оразанбай деген ағам шақырды, үйінде жатып. Еспе ағам жұмыс қалды, музейге. Нұрлан Оразалин ағам Жазушылар одағының Астанадағы филиалына жұмыс қалды. Мен сөйтіп Астанаға тырнағым діліп, жалғыз қол, жалаң қылышпен, Мәсімовпен, Құлыбаевпен соғысты бастағам сөйтіп. Мына қандастар үшін. Бұл менің таңдауым, құқығым. Түсіндіңіз ба? Бұл құқығым. Ал енді мен солтүстік Қазақстанға да баруым мүмкін. Ол да менің таңдауым. Барма деп сіз айта алмайсыз. Бар деп айта алмайсыз. Ал енді солтүстік Қазақстан туралы айтайық. Солтүстік емес үкімет айқындаған өңірлер туралы. Иә, мен қолдаймын оған. Бару керек, мен қандастарым шақырам соған. А бірақ сен бұл саясат бұл. Бұл біздің премьер-министр Әлихан Смайыловтың деңгейіне байланысты. Бұрын оның орнында Мәмин болды, оның ар жағында Сағынтаев болды, оның ар жағында кім болды? Мәсімов болды, қарағандылық жігіт сотталған Серік Ахметов болды. Оның ар жағында кім болды? Серік Ахметов, марқұм Балғынбаев болды. Енді арғы бармай ақ қойып. Жарайды, осы жігіттерден қайтайық. Соның бәрінің жұмысы осы сол. Соны дұрыстап орналастырмаған. Шеттен келетін қазақтарды алдын ала бағдарлама жасап, осылай ынталандырып, үйді салып, өкімет айқындаған өңірлерді белгілеп, болашақта осындай қиыншылық болып қалмасын деп жасамаған. Солардың кінәсі, өкіметтің кінәсі. Мен сізге айтайын. Ал енді сен қандастардан не үшін көресің оны? Олар шоғырланып алып, бар деген жерге бармайды екен. Бармайды олар бар деген жерге. Оның құқығы ғой. Көрдіңіз ба? Сіз әділетті Қазақстан құрам десеңіз, заң үстемдік ететін Қазақстан құрам десеңіз, сіз осыдан бастаңыз. Адамға өзіңізді ойлаңыз, өзіңізді. Құрметті Ақордада отырған осы тұжырымдаманы жасауға ықпал еткен Ағашты мен Көктек өзіңізден бастаңызшы. Иә, сен туғаннан еркінсің. Мен сенің құқығыңа қол сұғуға хақым жоқ. Премьер боласың ба? Жоқ, ауылға барып қой бағасың ба? Сенің таңдауың ол. Мен оған қол сұқпауым керек. Сол сияқты қандастардың да құқығына қол сұқпаңыз.
заң жасағанда мынандай сталиндік репрессияға алып баратын тұжырымдама жасап заң қабылдатпаңыз. Өтетін сіздің сол деңгейіңізді көрсетті міне. Сондықтан құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, егер менің осы сөздерім жетуі мүмкін, жетсе екен деп тілеймін сізге. Реттеңіз ана айналаңыздағыларды. Сіз жұмыс істеп келген Біріккен Ұлттар Ұйымының 48 жылы қабылданған декларациясы білмейді екен адам құқығы деген. Сіз құқықтық мемлекет құрам деп жүрсің ғой, Қайран ағам-ау, Қасым-Жомарт аға. Көрдіңіз бе ана қасыңызда отырған? Міне, бүкіл әлемнің алдында абыройыңызды айрандай төгіп жаздады. Мен болмасам. Міне, айтып шықтым мен, осыны білсін деп. Қазақстанның заңдарын бәрін қайырып тастап, шеттен келетін сіздің қасиетті парызыңыздың қасиетін кетірді мыналар. Сондықтан мен бұны айтпасам, мен ана сізге уәде берген ғой. Қабылдауыңызда болғанда кітабыма сізге арнайтынымды айтып, жаңағы оралман емес қандас деп деген кітабының бірінші бетінде сізге жазғам сонда. Аса мәртебелі Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіз өстіп оралман атауын жоқ қылдыңыз. Бізге қандас деген өзіміз қалайтын атауды алып бердіңіз. Сосын жаңа қасиетті парызыңызды айттым. Сосын үкіметке берген бір тапсырмаңызды айттым. Міне, осының бәрі орындалатын болса, мына қасиетті парыздан кейін қазақ көшінің екінші алтын дәуір туады. Мен сіздің де бірегей қолдаушыңыз болуға дайынмын, құрметті аса мәртебелі Қасым-Жомарт Кемелұлы. Ұзақ жыл зерттеген, күрескен, осы өмірімнің естеліктер болсын деп жазған мақалаларымның басын құрап, оралман емес қандаспыз деген кітап шығардым. Осы кітабымды сізге арнадым, қабыл алғайсыз дедім. Сізге деп айттым. Сізге де болсам дедім ғой, жаңағы көмектесем деп. Міне, уәдемді орындап, мен осы білген сөздерімді айтып жатырмын. Қателігі болса, осы эфирде тыңдап отырған мамандар түзетіп қойсын. Сондықтан енді сөзімді қорытындылайын, ұйқыларыңызда келген шығар. Құрметті Ақордадағы президенттің әкімшілігінде істейтін ханымдар мен мырзалар, құрметті үкімет, оның заңгерлері, аппараты, құрметті министрлер, жаңа Қазақстанның жаңа заңдарының тұжырымдамасын жасағанда, мына Қасым-Жомарт аға Кемелұлы Тоқаев қызмет істеген 2011 жылдан бастап Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі декларациясынан бастап отырып, өзіміздің ата заң және сол тұжырымдамасын жасағалы жатқан заңдарыңызға қатысты құқықтардың бәрін еске алыңыз. Сонда барып біз құқықтық мемлекет құра аламыз. Мемлекетті адам ниетімен басқаруға болмайды. Ананы жек көрем, мынаны жек көрем, оны бүйте салайын деген, ол енді надандық деген, ол бер жағында айналайын. Мынау енді оның тіл жетпейді бұны айтуға. Сонда адамдардың сондай жерде отырғаны үшін енді не айтамыз енді? Арланамыз, ашуымыз келеді. 2 сағат болған шығар мен сөйлеген. Өстіп айтуға тура келеді. Осылай әңгіме. Осы әңгімені сіздер бізге айтуларыңыз керек еді. Мен өз айтқаныма, осыны айтып, көсемсіп отырғаныма қиналып отырмын, шынын айтсам, ұялып отырмын. Сосын жаңағы Салық Зимановтай болу енді ол жоқ енді сіздерге. Қайрат Сапарғалидай болу жоқ ол енді сіздерге. Түріңіз мынау ғой енді. Мына көзі тірі жүрген Жамбыл атам жасына келсін. Сабыр Қасым ағамдай болу жоқ сіздерге. Бір күніне бір сағат уақыттарын шығып, сол кісілердің кітаптарын оқыңыздаршы, айналайын тарай. Оқыңдаршы. Содан кейін барып, елге мынандай заң жаста, мынандай тұжырымдама жаста деп айтыңыздаршы. Мемлекеттің, ұлттың сорына қалмаңыздар. Осымен мен сөзімді бүгін тамамдаймын, құрметті ағайындар, құрметті достар. Уәде бойынша бұдан кейінгі жиналыстардың бәрінен осындай тікелей эфир жасап сіздерге хабардар етіп тұратын боламын. Уақыт қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аяқ жағына жазылған сіздердің комментарийларыңызды оқимын. Сұрақтарыңыз болса келесі эфир жасаған кезде соның алдында 5 минут уақыт шығарып мен жауап берем. Аман болыңыздар. Құқықтарыңызды біліңіздер. Сосын оны ешкімге таптатпаңыздар.